Вот тут у нас сейчас предстоит презентация книг. Я хочу предоставить слово генеральному директору фонда Утемуратова, который спонсировал вот эти издания. Аса қадірлі Олжас Омарұлы, құрметті форум қонақтары, қымбатты Аида Ғалымқызы, зиялы қауым. Бүгін біз жалпы адамзаттық ақыл ойдың көкжиегін кеңейткен әлем перзенті Олжас Сүлейменовтің 90 жасқа толу мерейтойына арналған форумда бас қосып отырмыз. Олжас Сүлейменов қазақ поэзиясын әлемдік деңгейге көтерген дарынды ақын ретінде ғана емес, ұлт тағдырын, тек өз халқының тағдырына ғана емес, әлемді алаңдатқан күрделі мәселелерде азаматтық үнін тайсалмай танытқан қайраткер ретінде де ерекше құрметке ие. Өз халқын жанындай сүйген перзенттің біз ешкімнен кем емеспіз, бірақ ешкімнен артық та емеспіз деген теңдік идеясы Олжас Сүлейменовтің символы. Бұл тұжырым кейіннен Невада-Семей қозғалысының да рухани негізіне айналды. Жақында Болат Өтемұратов қоры Арал теңізі түбінің экожүйесін қалпына келтіруге бағытталған жаһандық маңызға ие жобаны бастап кетті. Олжас Омарұлы Болат Өтемұратов қорының қамқоршылар кеңесі ретінде осы қордың бастамасына тек бірлесіп, бір-бірімізге демеу болу арқылы ғана біз өз биігімізге шыға аламыз. Бұл жеке тұлғалардың да, халықтардың да, мемлекеттердің де өмірлік тәжірибесі айқындап берген өзара тәуелділік формуласы деп ризашылығын білдірген болатын. Олжас Сүлейменов шығармашылығы ұлттық әдебиеттің шекарасын кеңейткен 20 ғасыр құбылысы. Оның поэзиясынан ұлт рухы, адамзаттық ой, тарихи сана мен өркениетті көзқарас жаңаша қарауға жетеледі. Кеңестік саясаттың қылышынан қанын тамып тұрған 20 ғасырда туған азия еңбегі ұлттық тарихи сананы жаңғыртты. Түркілік өркениетті дүние жүзіне танытты. Еуразия мәдениеттерінің жақындасуын айқындаған шығарма жалпы адамзаттың интеллектуалдық мұрасына айналды. 25 жылы Болат Өтемұратов қоры Азия кітабына 50 жылдығына арналған түркіславистиканың тууы атты білім мәдениетін қолдау жөніндегі халықаралық конференцияны қолдап, осы кітаптың қайта басып шығуына қолдау көрсетті. Осыдан жарты ғасыр бұрын Азия кітабында жарияланған 1001 сөз тарихи-лингвистикалық жобасы ЮНЕСКО-ның мәдениеттерді жақындастыру жөніндегі жаһандық жобасының негізіне айналды. Олжас Омарұлы Болат Өтемұратов қорының қамқоршылар кеңесінің мүшесі ретінде өткен жылы қайырымдылық күні қарсаңында біз Олжас Омарұлынан Олжас Омарұлы қайырымдылық деген не сіз үшін деген сұрақ қойған болатынбыз. Ол кісі былай жауап берді. Кезінде анам маған 4 даналық кеңес берді. Соның бірі, саған амандасу үшін қол созған немесе көмек сұраған әрбір адамға қол ұшын бер. Өйткені әрбір қырық адамның бірі Қыдыр әулие деген еді. Содан бері мен мыңдаған адамдармен қол алысып, көптеген жандарға көмектестім. Бәлкім, олардың кейбіреулері шынымен де әулие болған шығар. Жылдар өте келе, оның өзге де даналық сөздерінің қадірін түсіндім. Тәкаппарға тәкаппар бол. Ол пайғамбардың ұлы емес, кішіпейілге кішіпейіл бол, ол әкеңнің құлы емес. Немесе анамның тағы да бір сөзі, жолыңда бір адамды кезіктірсең, оны қуантуға тырыс, бәлкім сен оны соңғы рет көріп тұрған шығарсың. Анам маған алуды емес, беруді ойла, саған Құдай қайтарады деп үйретті. Солай өмір сүріп келемін. Жазушы өзі алған, білген, сезінген дүниесін өзгелермен бөліспей тұра алмайтын жан. Оның жоғары миссиясы жақындату, біріктіру, жинақтау. Маған бөліп жарудан, ірітуден гөрі осы іс жеңілірек әрі жаныма жақын. Біздің қоғам үшін де дәл осындай ұмтылыстар
аса пайдалы деп бізге жауабын берген еді. 26 жылы ақынның 90 жасқа толу мерейтойына арналған іс-шаралар арасында біздің Болат Өтемұратов қорының қолдауымен Олжас Сүлейменовтің жаңа кітаптары басып шығарылды. Олардың қатарында «Халқым», «Тарихты ұмытпа», «Олжас», «Өсіріс заңы», көне қазақ тілі және адамзаттың мәдени мұрасы кітаптары, поэмалар жинағы, жоғары оқу орындар және мектептерге арналған олжас тануға кіріспе оқу құралдары. Сондай-ақ отандық және шетелдік мәдениет қайраткерлері, халықаралық ұйымдар басшылары, ғалымдар мен дипломаттардың басын қосып отырған бүгінгі өз жерінің елшісі атты халықаралық форумына қолдау көрсетілуде. Осынау айтулы шаралар қазақ мәдениетінің бүкіл әлемге мақтанышпен Олжастың халқына лайықты деңгейде асқақтай естілуіне мүмкіндік беретініне біз кәміл сенімдіміз. Қазір Қазақстан халқы мен ақын қиын қыстау сәтте қол ұшын созған өзге елдердің жұртшылығы үшін Олжас Омарұлына зор денсаулық тілейтін, жаңа ғасыр өз авторы ашқан ақиқаттарды тани түсу үшін бар үмітімізді білдіретін ғұлама Олжас Сүлейменовтің әлі де біз оның замандасы екендігімізді түсініп қабылдайтын ең қолайлы уақыт. Мерейтойыңыз құтты болсын. Аса қадірлі Олжас Омарұлы, форум сәтті өтсін. Рахмет.